Желді ақырын шығарудың амалын таптым. Әрине оңай болған жоқ. Бірақ иісі ше? Nope. Дәл осылай иіс шығуды бірінші рет сезініп отырмын деген кезіңіз болған ба? Бүгін болмаса да ертең міндетті түрде үлкен дәретке шығамын деп алдыма мақсат қойдым. Жалпы адам баласында 3 міндетті қажеттілік бар: тамақтану, жыныстық қатынас және үлкен және кіші дәретке бару. Бірақ өкінішке орай біздің арамызда үлкен дәретке күнделікті бара алмай қиналатын жандар да өте көп. Бұл адамдар созылмалы іш қатумен ауыратын адамдар болып табылады. Мұндай жандар іш қатуды емдемес бұрын іштің қату себептерін анықтап біліп алу қажет. Кімдерде іш қатып қалады деп ойлайсыз? Үлкен дәретке бара алмай, 3 күндей одан көбірек мерзім тік ішек бойымен ештеңе түспеген жағдайды адамның іш қатуы дейді. Жалпы халық санының 5-20% іш қатудан зардап шегеді. Бүгінде соның ішінде әйелдер мен қарт адамдар осы жайсыздыққа жиі ұшырап жатады. Көптеген әйел адамдар, қыздарымыз іш қатумен қиналып жүр деп айтсам артық айтпас едім. Тіпті аптасына бір ретте үлкен дәретке бара алмайтын жандар да бар. Іш қатуы көбіне тамақтану рационының бұзылуы салдарынан және де дене шынықтыру жаттығуларын жеткілікті айналыспаушылықтан, стресс алудан, жиілетілген саяхат барысында пайда болады. Дұрыс тамақтану, спортпен айналысу, жалпы салауатты өмір салтын ұстау өте маңызды. Жаңа піскен жемістер мен көкөністер, балдырларды көп жеу және дәретханаға барғыңыз келген кезде шыдамай, уақытысында барған абзал. Олай болса, жалпы іш неге қатады деген сұрақ пайда болады. Тоқ ішектің қатерлі ісік ауруы, ішектің жүйке немесе бұлшық еттерінің әлсіреуі, тітіркенген ішек синдромы, дәрі қолдану, гипотиреоидизм, жүктілік кезінде іш қату пайда болуы әбден мүмкін. Бірақ бұл жағдайлардың барлығын делік нақты анықтау мүмкін болмағандықтан, күнделікті өмірде іштің қатқан-қатпағанын анықтауға мүмкіндігіміз бар. Біріншіден, үлкен дәретке отырған кезде барынша асықпай шығатын болса. Екіншіден, үлкен дәретке отырған кезде сіңір тартылып шықпаса. Үшіншіден, стресстің салдарынан тоқ ішегіңіз сезімтал болып қалған жағдайда іш қатқаны туралы біле аласыз. Менде іш қатудың басты себебін ауруханаға барып анықтасам әрине барлығын нақты біліп алуға болады. Бірақ көпшілігіміз іш жүргізетін дәріге жүгіне салатынымыз тағы бар. Бірақ іш жүргізетін дәріні ұзақ уақыт ішетін болсаңыз, онда ішектің бұлшық еттерін әлсіретіп, тіпті ішек ауруларына әкеліп соғуы да әбден мүмкін. Ал бүгін күнделікті өмірде салауатты өмір сүріп іш қатпайтын амалдармен бөлісетін боламын. Гаррисон ішкі аурулар медицинасында іш қатып ауыратын адамда арнайы басқа да ауру кездеспесе, сұйықтықты көп ішу, спортпен айналысу, диеталық талшылықты тұтынса, 90% іш қатудың алдын ала алады деп айтқан. Осы 3 әрекетті күнделікті жасап отырса, онда іш қатумен қиналмайды деп ойлаймын. Бірінші, көптеген талшықтармен теңдестірілген диета тағайындау керек. Әрине, ең маңыздысы ол дұрыс тамақтану. Құрамында талшықтарға бай азық көздері, жеміс-жидек, көкөністің іш қатқан кезде көмегі мол. Солардың ішінде де әсіресе көмегі мол көкөністер жайында айтатын боламын. Біріншісі, кептірілген қара өрік. Кептірілген қара өрікті іш қатуға көмектесетін патша деп атайды. Кептірілген қара өрік қатты нәжісті жұмсартады. Ол суды ұстап тұрып қайта жіберу арқылы ішек құрылыстарын жұмыс жасауға мәжбүр етеді және ішек қозғалысын тудырады. Қазіргі таңда кептірілген қара өрік шырыны іш қатуға таптырмас ем болып табылады. Киви. Кивидің құрамында ақуыздарды ыдырататын көптеген ферменттер бар деп те айтып жатады. Сол үшін қатып қалған нәжістерді жұмсартуға көмегін тигізеді. Әсіресе іштері қатты ауыратын ішек қозғалысы қиын жандар үшін таптырмас жеміс-жидек болып табылады. Қырыққабат. Диеталық талшыққа және У витаминіне бай қырыққабат нәжістің ішекте тұрған уақытын азайтып, көлемді ұлғайту арқылы іш қатудың алдын алуға көмектеседі.
жүгері талшыққа бай жүгері көк бауыр мен асқазанды мықты әрі жайлы етеді. Сонымен қатар ішек қозғалысын жақсартып, іш қатудың алдын ала алады. Алма диеталық талшыққа, пектинге бай алма тоқ ішектің ылғалдануына көмектеседі. Бұл ішектегі нәжісті жұмсартуға және ішек қозғалысын арттыруға көмектеседі. Екіншіден, суды көп ішу. Денеде судың аз болуы ішек қозғалысын нашарлатады. Сол үшін нәжіс қатып қалып, оңайлықпен үлкен дәретке бара алмай қиналады. Осыдан іш қату пайда болады. Іш қатуға көмектесетін түрлі талшықтарды тұтынсаңыз да, суды аз ішетін болсаңыз, іш қатудан одан да бетер қиналуыңыз мүмкін. Сол үшін міндетті түрде суды көбірек ішіңіз. Егерде көкөніс пен жеміс жидектерді алуға шамаңыз келмесе, онда су немесе шырын ішсеңіз де, су мен талшықты бірдей тұтынасыз деген сөз. Таңертең аш қарынға 1 стакан су ішетін болсаңыз, ішек ауруларының алдын ала аласыз. Үшіншіден, спортпен айналысу. Кеңсе қызметкерлері мен оқушыларды іш қату көп кездеседі деп айтады. Себебі отырып жұмыс жасайтындықтан. Егер сіз жаттығу жасамасаңыз, онда тоқ ішектерде қимылдамайтыны белгілі. Егер спортпен айналысуға мүмкіндігіңіз болмаса, жеңіл-желпі жаттығу жасасаңыз да болады. Және де тітіркенген ішек синдромының басты себебі ол стресс болып табылады. Міндетті түрде стрессті спорт арқылы босатыңыз деген сөз емес, бірақ әрі спорт жасап, әрі стресстен арылатын амал деп айтқым келген. Былайша айтқанда, бір оқпен 2 қоян ата аласыз деген сөз. Қазірге дейін айтқан мәліметтер мен осы 3 қағиданы естеріңізде сақтап, күнделікті өмірде пайдалана білсеңіздер, іш қатып қиналмайсыздар деп ойлаймын. Бақыт кілті каналындағы барша тіркелуші жанға іштеріңіз қатпасын дегім келеді. Бейнежазбаны соңына дейін тамашалағандарыңызға көп рахмет.